Январь 30 күні дүния ве Қырымда олып кечкен бойле хатыра ве танылған күнлерінен белледір. 1948 сенесі январь 30 күні, яғни 69 ел евелсі, бұтын дүнияда белі олған азатлық оғырында тұрған күрешчі Махатма Ганди бұ дүнияны терк етті. Ганди ин сияси ве жемаат эрбабы оларақ Индистан мұстақылығы үшін бір sıra әрекетлерінің тәшібішчісі ве елбасшыларından бірісі олған еді. Оның зорбалықсызлық фельсефесі барышық денішмелерге себеп болып, түрлі халқылар арасында миллионларнен меслектешлерні топлады. Аяз деде ве қар қызы күні қадими путперест байрамыдыр. Январь 30-інде қайт етілген байрам күні адет үзре бұйыклер балачықларға тылсымлы қараманлар ақында чешет ривайет ве масаларны икәйе етелер. Бірісіне көре қар қызы севгі танрысының истегі нәтижесінде инсанға севда олды ве бар келгенде шимальге учып кетмеген. Нәтижеде sıcақ күнеш нұрлары она тигенде қыз ирып кетті.